Баршаларыңызға сәлем, сіздермен Аида. Бүгін мен сіздерге миксерсіз, айрансыз, сүтсіз өте тез дайындалатын және өте жұп-жұмсақ болып шығатын пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл пирогтың басқа пирогтардан өзгешелігі пампушка маргаринмен жасалады. Әрі қарапайым ғана заттардан тұратын өте жеңіл жасалатын пирог. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Сосын барып үстіне шекерімізді салып, венчикпен жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Ал енді үстіне алдын ала ерітілген маргаринімізді салып, жақсылап тұрып венчикпен араластырамыз. Сосын барып үстіне ванилинімізді салып, тағы да венчикпен араластыратын боламыз. Ары қарай массамыздың үстіне 10 граммдай қопсытқышымызды салып шығып, венчикпен жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Ал енді үстіне алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып шығамыз. 3-4 бөлікке бөліп, массамыз бір келкі болғанға дейін венчикпен жақсылап тұрып араластырамыз. Қамырымыз осындай сұйық болып шығуы қажет. Табамыздың үстіне пергамент қағазын төсеп, кішкене ұн сеуіп, қамырымызды құйып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Піскенің ағаш таяқшасымен тексерсеңіздер болады. Міне достар, біздің пирогымыз 30 минутта дайын болып шықты. Бетіне өздеріңіздің қалауларынша сахарная пудра немесе сгущенкамен әрлесеңіздер болады. Пирогымыз жұп-жұмсақ болып шыққан және дәмі керемет. Сіздермен болған Аида. Менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Келесте бұдан да көп рецепттермен бөлісетін боламын. Отбасыларыңызға жасап беруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын, келесі жүздескенше.